сәлеметсіздер ме? Біз жазушы Хамза Есенжановтың 115 жылдығына орай өткізіліп отырған Хамзаны оқимыз республикалық челленджін Ыбырай Алтынсарин атындағы Түркістан облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасынан қабылдап алдық. Хамза Есенжанов ақ жайық. Ат құйрығын шарт түйген, бестен, оннан тежеулі текірекпен өтіп бара жатқан сұсты әскери адамдарға жұрт есіктен, терезеден сығалап қарайды. Жирен сақал, күрен мұртты қазақтар үзеңгіге шалқая шіренген. Желмен суыққа тотыққан беттер де қара қоқшыл. Бастарындағы екі бүктелген қос қыртысты сеңсем бөріктер сияқты. Көше бойының іркілген қызыл сарғылт суы шалпылдап, ат бауырына соғады да, тіктеп тиген тұяқтар сусыз жердің көк соқта қарын шеңгелдеп лақтырады. Даңғыр-дұңғыр, күмбір-күмбір бір сазды қоңыр үнді ертеден бері тынымсыз соғып тұрған шіркеу қоңыраулары адамның еңсесін езіп, жалықтыра мазасын алып тұр. Бір мезет шоғырланып, оқтын-оқтын шауып өтетін жалаң қылышты өр көкірек казактардан көше саябыр тартты. Түстен кейін өршелене соғып, ауаны мазасыз күңгірт, қоңыр үнге малып тұрған шіркеу қоңыраулары да сол кез сәл тыным тапты. Аспан ала бұлтты, шағынның теріскей жақ жалан бетінен үздіксіз соғатын ызғарлы жел әлі де бетті қариды. Март айының ішінде де өнменен өтерлік суық. Кешке қарай бүгін күн ала біле суытып, күндіз беті жібіген қар көк соқталанып қатып қалған. Үлкен тас көшенің бойы домбыраның шегіндей дыңғырап тұр. Алыстағы жүрген адамның аяқ басқаны көш жерге естіледі. Ал сонау көпір беттегі оқтын-оқтын қосарлана шауып өткен атты қазақ бекеттерінің дүрсілі қаршылдай жынылдап, биік тас үйлерге соғып күңгірт дыбысты бір жаңғырық беріп жатыр. Тоңған бетін жалап тұрған желден де сәмеге анау аттылардың дыбысы әрі мазасыз, әрі суығырақ дыбыс шыққанда ол селт ете қалады. Жеткен қақпасына арқасын сүйейді, сәл кідіріп тас пен мұзға тиген тұяқ жынылы әрлегенде ғана ілгері жүреді. Көше ұзын, жел қарсы, кеш қараңғы, бала адымын алға қарай күшпен басады, аяғын сүріне аттайды. Біз өз кезегімізде челленджді Сағи Жиенбаев атындағы Ақтөбе облыстық жасөспірімдер кітапханасына жолдаймыз.